Қабанбай батыр. Бала кезінен батырлыққа баулынған Қабанбай батырдың өмірі қайғыға толы болды. Әкесі Қожақұл батырдың жоңғарлармен болған қанды шайқаста қаза тапқаны баланың жүрегіне терең із салды. Осы оқиға батырдың өмірінің бағытын өзгертті, оны қайсарлыққа, өшпенділікке бұрды. Кішкентай кезінен бастап Ерасыл ат үстінде өсті. Даланың кең байтағында өскен баланың жүрегі ерлікке толы болды. Әкесі Қожақұл батырдан батырлықты үйренген ол, болашақта қазақ жерін жаудан қорғайтын ержүрек батыр болатынын сезбейтін еді. Әкесі Қожақұл батыр баласына тек қана соғыс өнерін үйретпестен, сонымен қатар даланың даналығын да үйретті. Ол Ерасылға қазақ батырларының ерліктері туралы аңыздар айтып, оған адамгершілік, ар-намыс және өз халқына деген адалдық сияқты қасиеттерді сіңірді. Қазақ даласының аңызына айналған Қабанбай батырдың балалық шағы қызықты оқиғаларға толы. Әкесінің қазасы Ерасылдың өмірін түбегейлі өзгертті. Ол өшпенділік отымен жанып күн-түн демей жаттығып, өзін соғысқа дайындады. Оның мақсаты әкесінің өлімін өсіп, жерін жаудан қорғау еді. Қабанбай батыр бұл тек қана есім емес, бұл қазақ халқының ерлігі мен адалдығының символы. Оның өмірі барлық ұрпақ үшін үлгі болып табылады. Ерасылдың жастық шағы. Ерасылдың ағасы жылқы бағып жүрген жерінен қолға түсіріп қорлап өлтіреді. Аямас жауыздар қанжармен жас жігіттің қарнын жарып, шала жансар күйінде далаға тастап кетіпті. Аға өлімінен кейін қатты қынжылып, үлкендердің жиналып кек қайтарып тым болмағанда азаматтың құнын сұрайтын пенде табылмаған соң, Ерасыл күте-күте төзімі таусылып бітті. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан кеткен, әбден жүдеп кеткен өзі әкесінің де ағасының да кегін алуға бел буды. Сөйтіп жылқысы арда күреңге мініп әкесінен қалған қара тамақ найза, қайқы қара қылыш пен 200-ді алмас қанжарын алып, жалғыздың жары Құдай деуші еді. Өзің жолымды оңғара гөр деп тілеп ешкімге жөн айтпай шығып кетті. Кімнен кегін алатынын білуші еді, елдің айтуынша елді қан қақсатып, жылқы әкетіп жүрген өлже жырғал мен арсалы. Ол 2 күн бойы аялсыз салт жүріп отырып Сарыбел деген жерге бекінді. Түні бойы тоғай арасында бекініп жатты да. Ертеңінде тұрып жан-жағын қарап Сарыбелдің шығыс қапталында қалмақ ауылдарын көрді. Сөйтіп тоғайдың арасында тығылып бақылап жүргенде, түйе бағып жүрген қырғыз баламен танысып мән-жайды сұрасып біраз әңгімелесіп қалды. Сөйтсе ол жас кезінде құлдыққа түсіп қалған қырғыздың баласы екен. Аты Ердене, бұл баланың да өші бар екен. Кезінде бір шайқаста әкесін өлтіріп шешесі екеуін осында алып келген екен. Шешесі де қорлығына шыдамай 3-4 жыл бұрын көз жұмған екен. Анасы өлерінің алдында әкеңнің құнын, шешеңнің мұңын өмірі есіңнен шығарма. Ата жауыңның есігінде құлдық қамтын киіп жүрмей, тірі болсаң өз еліңді табарсың деп өсиет қалдырыпты. Ердененің көмегімен өлже жырғалдың киіз үйіне жақындап келіп, түн батқанда қонақтары қайтып өзі әркіге тойып алған. Әркі қалмақтың арағы, аттарын қарайын деп шыққанда, Ерасыл артынан келіп сол қолын жағадан алып, оң қолмен қанжарын жүрекке тақап. Сен өлжесің ғой, ә? Иә, деді анау жұп-жуас жауап беріп. Осыдан 1 ай бұрын қазақ ауылын шауып, Есенбай ердің ішін жарып кеткен сен емессің бе? Ендеше мен сол Есенбайдың інісі Ерасылмын, қанға қан кек қайтты деген осы болады деп кегін қайтаратты. Әзірлеп қойған аттарына мініп, арт жақта ит үріп адамдар шулап не болғанын білмей жатқанда екеуі ауылдан едәуір алыстап кетті. Түні бойы шауып ертеңінде артында қуғыншы жоғын түсінгенде ат басын жіберді. Алдында екеуі келіскен болатын, не Ерасылдың апа жездесіне қарай, не болмаса Алатауға, қырғыз еліне қарай кету керек болатын. Ердене ары ойланып бері ойланып, не де болса қырғызға бір табан болсын жақындайын деп шешті. Екеуі қоштасып, 2 жаққа кетті. Жолдан Ерасылдың ауылына соғып амандығын айтып ары Алатауға тартты. Ал Ерасыл ертіс бойына ұзатылған әпкесін қара тартып Керей еліне бет түзеді. Қабанбай деген аттың шығуы. Қабанбай деген атты қойған өзінің жездесі Бердәулет деген кісі болады, Ер Жәнібектің әкесі Керей руынан. Сол апа жездесінің ауылында жүргенде Ерасылдың 16-дан 17-ге жаңа шыққан кезі. Бір күні Зайсан көлінің жағасында жылқы қайырып жүріп бір топ жабайы шошқаға тап болғаны бар. Қабанның оқтай атылып астындағы атының қарнын тіліп өткен екен. Жануардың ішек қарны ақтарылып кетіпті.
Қабан қайта бұрылып шапқанда, не қабанның тісі, не Ерасылдың найзасы бұрын тию керек болады. Найзаның ұшы қара қолтығының астына бұрын тиіп, жүрегін жарып жіберген болар, сілейіп түсіпті. Қасындағы балалар қабанды көре салып ауылға қарай тура шауып елді дүрліктіріп. Ауыл адамдары шапқылап жеткенше Ерасыл шабы айырылған атты бауыздап бір тастың үстінде отыр екен. Екі жерде екі қабан теңкиіп жатыр. Ерасыл тастың үстінде демалып отырған болатын. Шауып келгендердің ішінен балдызының аман отырғанын көрген Бақдәулет жездесінің қуанғаны сонша бетінен алма кезек сүйіп алды. Жездесі: "Өй, сен өзің жігіт екенсің ғой, уа жарандар, мұның атын бүгіннен бастап Қабан батыр деп айтайық" деген екен.